Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте дәмді және оңай дайындалатын пирог пісіретін боламыз. Алдымен ұнымызға қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып алу қажет. Одан кейін ұнымызды цитадан өткізіп, қант саламыз, сары майымызды саламыз. Енді қолымызбен дәл видеодағыдай үгітетін боламыз, яғни тесто песочный болып шығуы қажет. Одан кейін жұмыртқамызды салып, тестімізді дайындаймыз. Тестіміз осындай болып шығады. Енді оны мешочкке салып, тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Оған дейін ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Жұмыртқамызға қант қосып жақсылап араластырып, және де оның үстіне қаймақ қосып тағы да жақсылап араластырып жібереміз. Жиырма-30 минуттан кейін тестімізді тоңазытқыштан алып, формамызға жайғастыратын боламыз. Банағы жұмыртқалы массамызды үстіне құйып, қызып тұрған пеште 180 градус 30-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Пирогымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.